қайырлы күн барша тыңдарман қауым YouTube каналыма тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Күніңізді маңызды істерден бастаңыз. Басымдық беріп, ынта-жігеріңізді шоғырландыратын істі күннің алғашқы уақыттарына қойыңыз. Өйткені адамның миы сергек һәм бойында ынта-жігері, энергиясы толық болатын кезі таңертеңгі сағаттар. Өкініштісі, адамның көбі күннің алғашқы уақытын жеңіл-желпі орындалатын оңай істерге жұмсайды. Дюка университеті психология саласының профессоры Дэн Эйрли адамдардың ынта-жігерінің жоғары болатын уақыты толық ұйқыдан оянғаннан кейінгі алғашқы 2 сағат екендігін айтады. Ол уақытты тиімді пайдаланудағы адамдардың жиі жіберетін қателігі күннің ең өнімді алғашқы 2 сағатын ешбір ыждағаттылық пен айрықша күшті талап етпейтін жеңіл-желпі істерге жұмсауында жатыр. Олар бұл уақытта әлеуметтік желі секілді жеңіл нәрселермен айналысады. Керісінше, мұндай өте өнімді уақытта ең маңызды істермен айналысса, алдына қойған мақсаттарына сөзсіз жетер еді депті. Зиглар компаниясының бас директоры Том Зиглар таңғы уақытыңызды бизнесіңізді көркейтіп, алға қарай сүйрейтін номері бірінші ең маңызды іске арнаңыз. Басқа ел шырт ұйқыда жатқанда сіз осындай іспен айналысыңыз. Электронды пошталарды оқу секілді жеңіл істерге алаң болмаңыз деп өз тәжірибесімен бөліседі. Ал Peer for Anyone әр адамға насихат компаниясының бас директоры Кристина Дэвис бұған қатысты былай дейді. Менің анықтағаным таңғы 6-дан түске дейінгі аралық өте берекелі уақыт. Сергек миыма ғажайып идеялар келеді. Мен осы уақытта басқа адамдар бір апта бойы жасай алмайтын істерді тындырып тастаймын. Кейбір кісілер ең маңыздыдан гөрі ең қиын жұмысты таңғы уақытта істегенді дұрыс санайды. Егер бұл сізге пайдалы болып жатса, осылай істеуге болады. Өйткені кейбір адамдар қиын істерге ынталары соқпай желкелерінен кейін тартып тұрады. Нәтижесінде қиын істерді үнемі кейінге қалдырады да жеңіл-желпі істермен айналысып кетеді. Бірақ әуелі ең маңызды істерді емес, ең қиын істерді жасауды әдетке айналдыру сіздің өнімділігіңізге кері әсер ету ықтимал екенін де ұмытпаған жөн. Бір ғана іске басымдық бер. Күндік болсын, мейлі апталық, немесе айлық, тіпті жарты, 1 жылдық болсын, жоспар құрған кезде маңыздылығына қарай белгілі бір істерге басымдық танытпасаңыз, көп жағдайда жетістікке жету мүмкін болмай қалады. Қазақтың ек кеменің басын ұстаған суға кетеді деп мақалдауы да сондықтан. Нақты бір іске аса мән беріп, баса назар аудармаған жағдайда қалған істің айтарлықтай нәтижелі болмайтындығын Рим ақыны Публий Сирде бір уақытта 2 нәрсені бірдей жасауға тырысу, еш нәрсені жасамау деген сөз деп түйіндесе, американдық жасаушы Ог Мандино мына өмірде кімде-кім белгілі бір іске көңіл бөліп, баса назар аудара алса, сол адам нақты жетістікке жетеді деп жазған екен. Зерттеуші Кевин Круз өзінің уақытты басқарудың 15 сыры атты еңбегінде жетістікке жеткен жеке тұлғалар өміріне зерттеулер жасаған. Олардың ерекшелігі күндік жоспарына қаптаған жұмысты тізіп қоймайтынын, уақытты басқарудың күрделі техникаларын, түрлі диаграмманы қолданбайтындығына назарымызды аударған. Бұлардың орнына олар өмірлік құндылықтарға көбірек мән беріп, дұрыс дағдыларға сүйенетіндіктерін атқаратын, шаруалардың ішінде ең маңыздысына баса назар аударып, басымдық танытатынын анықтаған. ақш-тағы Миссури штаты университетінің профессоры Тереза Макан уақытты басқару, өнімділік, стресс тақырыптары бойынша арнайы зерттеу жүргізген. Зерттеу қорытындысы бойынша жетістікке жетудің негізгі кілті дұрыс басымдық беру және уақытты басқарудың дұрыс техникаларын қолдану екендігіне көз жеткізген. Қысқасын айтқанда, жетістіктің кілті ең маңызды ісіңді және оның қалай жүзеге асыру жолдарын білуде екен. Расымен де маңызды күрделі іске ерекше назар аудармастан жалпы атқарылатын істердің тізімін үйіп-төгіп күндік жоспарға кіргізген жағдайда адамның ерік-жігері шашырап, қуаты мұқалады. Кез келген кедергі немесе шұғыл шаруалар маңызды ісіңізді кейінге шегере береді. Мысалы, сіз ағылшын тілін үйренемін деп ниеттендіңіз. Сөйтіп, бұл мақсатыңызды басқа күнделікті атқарылатын жалпы істермен қатар қойып, оған басымдық танытпасаңыз, нақты нәтижеге қол жеткізу екіталай. Көбінесе шұғыл атқарылуға тиіс істер арасында бұл мақсатыңыз өзін жоғалтып алады. Сондықтан күніне бірнеше іске ғана аса назар аударып басымдық беру керек.
ынта-жігеріңізді бір іске шоғырландыру керек. Мысалы, өз басым қараша айында мойнымдағы остеохондрозды емдеуді маңызды мәселе ретінде қарағандықтан бір ай бойы арнайы уақытымды бөлдім. Нәтижесі жақсы болды. Кейбір кісілер дүние өртеніп кетсе де мынаны жасауым керек дегені осы әдістің қазақы жалпақ тілмен айтылған нұсқасы. Бұл намаз құлшылығында да кездеседі. Мысалы, намаздың парызы, сүннеті бар. Біз парызға басымдық танытамыз. Қандай жағдай болса да, оны атқаруға тиіспіз, ал шұғыл асығыс жағдайлар шығып жатса, сүннет намаздарын кейіндете тұрамыз. Дәл қазір өз басым алдағы 3 айда басымдық танытып, осы кітаптың қалған бөлімдерін жазуды жоспарға кіргіздім. Демек, күнде осы іспен айналысамын. Басқа жоспарлаған жұмыстарым қандай да бір себеппен кейінге шегерілсе де, кітап жазуды тастамауға тырысамын. Әр адамның өзінің мамандығына, істеп жүрген жұмыстарына, жеке жағдайына қарай басымдық беріп, ынта-жігерін шоғырландыратын маңызды ісін анықтап алуға тиіс. Мысалы, университетте оқып жүрген талапкер үшін басымдық қандай да бір күрделі пәннен қосымша дәріс алу болуы мүмкін. Керісінше, SMM маркетингті жетілдіру болуы мүмкін. Басымдық беріліп, ынта-жігер шоғырландырылатын іс бір күнде тындырылатын тірлікте, 6 айда жасалатын жүйелі жұмыс та болуы мүмкін. Бірақ үлкен мақсаттарға жету үшін ұзақ мерзімді, ең болмаса 1 апта, 1 айлық істерді жоспарлап, оларға ауқымды басымдық берген жөн. Басымдық беріп мақсат еткен ісіңізде нақтылықты ұмытпаңыз. Мысалы, осы айда салмақ тастаймын деп жалпылама емес, 2 кило артық салмақтан құтыламын деп нақты межелеңіз. Ал нақты мақсат қойғаннан кейін оған жетудің дұрыс жолын қарастырып, сол бойынша жүйелі әрекет етіңіз. Көпшілігіміз жасаған жоспарымызды шұғыл шаруа шықса, оп-оңай бұзып жібере саламыз. Мысалы, сағат 11:00-де суда жүзу үйірмесіне жазылып қойдыңыз делік. Үйіңізден немесе офисіңізден шығар кезде жақын танысыңыз телефон шалып, сізді маңызды іс бойынша кофеханаға шақырып қалса, миыңыз бірден оңайын таңдауға құмбыл тұрады. Суда жүзуге қарағанда кофе ішу әлде қайда оңай және нәпсіңізге ұнамды. Осы кезде миыңыз суда жүзуді кейінге қалдырудың жолдарын іздей бастайды. Мысалы, жаттықтырушыға хабарласып сабақты ертеңге ауыстыруды ұсынуыңыз мүмкін. Мұның алдын алудың жолы денсаулығыңыз үшін кәсіби дәрігерге алдын ала жазылып қойғандай дәрежеде мән беріңіз. Әдетте дәрігерге жазылған уақыттан ешкім кешікпейді, оның уақытын өзгертпейді де. Ал танысыңызға кездесуді өзіңізге ыңғайлы басқа уақытқа немесе келесі күнге қалдырыңыз. Ал егер басымдық танытқан маңызды ісіңізге бөлінген уақытта балаңыз ауырып қалып, дәрігерге жол апаруға тура келіп жатса, мұндай жағдайда маңызды ісіңізді сол күннің басқа уақытына ауыстырыңыз. Маңызды емес істермен айырбастаңыз. Көп адамдар маңызды істердің орындалмауын мінез кемшілігі деп түсінеді, олай емес. Әсілінде оның себебі санадағы жүйесіздік пен ретсіздікте. Яғни қайткенде орындалуға тиіс маңызды істер жүрек пен санада мықтап орнықпауында. Сондықтан маңызды істерді анықтағаннан кейін оны санаға әбден сіңіріңіз, назарыңызды сол іске шоғырландырыңыз. Яғни ол істі үнемі естен шығармаудың жолын қарастырыңыз.